1988 жылы Рене Пьош деген ғалым жұмыртқасын жарып шыққан уақыттан бастап ешкімді көрмеген балапанның жанына ойыншық роботты қосады. Эксперимент барысында ғалым ақ алаңға алдымен роботты, артынан балапанды қосып жібереді. Әрине, ешкімді көрмеген балапан жансыз роботты өзінің анасы деп қабылдайды. Және робот қай жерге қозғалса, балапан соның артынан қозғалып жүрген. Ескере кеткеніңіз жөн, бұл робот кездейсоқ траекторияда қозғалады. Оны ешкім ар жақта пультпен басқарып отқан жоқ, ол өзі қозғалады. Енді қараңыз, ғалым алаң көрініп тұратындай балапанды әйнекке салады да, роботты сол алаңда қалдырады. Балапан әйнектің ар жағына шыға алмай шырылдағанның салдарынан робот, мүлдем жансыз робот сол әйнекке қарай жақындай берген. Мұны түсінбеген ғалым экспериментті тағы бірнеше рет қайталаған. Бірақ нәтиже сол қалпы. Мүлдем жансыз, сезімсіз, ешкім басқармайтын робот үлкен алаңда қозғалмай, сол балапанның жанына қайта-қайта жақындап, сол жерден мүлдем шықпаған. Ғалым мұны былай қорытындылаған: әйнектің ар жағындағы робот анасын көріп тұрып, анама барсам екен деген балапанның ниеті мүлдем жансыз роботты кванттық деңгейде өзіне жақындатқан. Яғни ниет, бауырлар. Сізде дым болмаса да, сіз бірақ мен осыған жетем деген ниетіңіз болса, сіз ниетіңізге бара алмасаңыз, сізге сол мақсатыңыз өзі ақ келеді. Сіздің ниетіңіз дұрыс па?